жұмыстан келгенде ол как положено демалу керек деген сияқты. Ойбай. Немене ол хан ба демалатын? Ойбай, енді қайтесің, енді оның жағдайын жасамасаң тағы болмайды ғой. Немене жасайсың жағдай жасайды? Не, ты что, Шахризада, что ли? Үйге келеді, бірге жинайсың. Нет, бала ортақ үй, ортақ қазан, ортақ холодильник, ортақ үйдің проблемасы ортақ. Не? Ой, ол Жоқ, ой, ақымақтық жасамаңыздар. Бөлек жатып, ол. жоқ, ондай емес. Бүйтіп тұратын шығар еще балаң, не удивлюсь. Олай жасамаңыздар. Жоқ, мен ол өзі по возможности көмектеседі мысалға. Ер азаматпен мақтанамыз. Ер азаматты сыйлаймыз, болды. Оны жақсы көріп, оны көтеніне көшіп қоюдың қажеті жоқ ол. Оны сыйлау керек, оны важный қылу керек. Жата ғой, жаным. Чтобы он не заходил как хан, да? Пусть он домой заходит как мужчина. Что вы все его ждете, его ждут. Ең бірінші проблеманы айтасын. Болатқан бүгін за целый день. И ол проблеманы естімесе, оны шешіп, нахрен ол еркек керек саған. Онан кейін обязательно бала шағаның бәрін жібер. Балалар деген үстіне мінсін. Пусть көрсін балалар, үйге әке келді. Әке қалтасынан шығарсын, шоколадтарын шығарсын, сағыздарын шығарсын. Үйге құр қол келмесін, хандар ұқсап келмесін. Магазинге тоқтасын, ойласын кішкене. Сосын сен де тұра қал қасына майысып, томпиып. Маған не алып келдің жаным деп. Бір саған сникерс әкеледі. Жоқ, қой сендердің күйеулерің үйге хан ұқсап кіреді ғой. Артырше шешеңе, балаларды алып кетші. Ол еркектің миы тыныш, ол көтере алмайды ғой өзінің балалардың жылауын. Балаларды жақсы көреді дейсіздер. Сендердің күйеулерің жыламаған баланы жақсы көреді. Сендер күйеулеріңе өмір жыламаған, туғанған, көт ауысқан бала бересіңдер. Жусын, тазаласын, өзінің баласы қоссын, ұйықтатсын, іші ауырсы сипаласын. Осы сіздер күйеуді пайдаланасыздар да упаковкасын шешуді ұмытып кетесіздер, Иә, сөйтеміз ғой. Кейін ертең басқа ел оны қолданады ғой, упаковкасын бүйтіп шытырлап тұрып шешіп ше. Көзін жауып тұрып шешкен кезде анау еркек деген деп кетеді ғой. Әйел шешпегенде оны 10 жыл бойы. Бір қатын барып сразу шешеді. По полной қолданбайсың ма, мамасы сен үшін туды ғой. Любой күйеу үйге келатқан кезде оны үйде күтіп отырғанын, ол үйде қазір балалары алдынан, білем бізде балалар постоянно алдымыздан жүгіріп шықпайды, оның барлығы бір уақытша нәрсе. Бір белгілі бір кішкентай ғана сәтті болды. Сол сәтте әке болып үлгерсе, біздікілер кейін 30-дағы, 40-дағы балаға әке болғысы, ол өмір оған қарамағанда, өмір ол ona деп көндіріп көрмегенде, вообще баласын танымайды. Атының там жасұлан екенін білет баласын, но баласын вообще әке танымайды. До такой степени осындай аналар күйеудің жүгін жеңілдетіп жүргенсіздер. Таныстырсаңдар шеш кішкене. Таныстыр, көрсін өзі. Ұстатындар. Соны еркекті ұстай алмайсың ертең. Себебі еркекте мейірім жоқ балаға деген. Үйге келейін десе, не үшін келеді? Смысла нету. Он ради тебя в магазин не заходит. Он знает, что у него есть 5 детей, бір заңның алдында. Атап өмірде ол білмейді балаларын. Үйге келатқанда білсін, қалтасына 5 сникерс салып келсін, әйеліне артығын салып алып келсін. Напитік-сапитіктарын алып келсін. Жүгіріңдер бәрің. Әке сондай еркін болу керек. Бізде әкелер деген қабақтарын бет түйіп алады, кактустар ұқсап тұрады, тікенек вообще біз жолай алмаймыз ғой, біз папамызға, мамамыз арқылы барамыз ғой.